Пайғамбарымыз хадисі бар. Өзіңе қалағанды мұсылман бауырыңа қаламайынша толық иман келтірген болмайсыңдар. Харис ибн Хишам осы шайқаста, Ярмук шайқасында жарақат алып аттан құлайды дейді. Әл дәрмені қалмаған әрі қатты шөлдеген Харис су деп айқайлады дейді. Жанындағы жауынгерлердің бірі дереу суды алып жүгірді дейді. Суды жүгіріп келіп алып келе жатқан кезде Икрима ибн Абу Жахил көз түсіп, маған емес Икримаға апар деп айтты дейді. Суды көтерген жігіт Икримаға қарай жақындаған кезде Икриманың көзі соңғы демін алып жатқан Айяш ибн Рабиға деген бауырына түсті дейді сахабаға. Анау менен де қатты қиналып жатыр, апар суды деп айтты дейді. Бұл жағы суды алып жүгіріп жүр жаңағы кісі сахаба. Ана кісіге барам дегенге дейін анау үзіліп кетті дейді. Енді мыналарды аман алып қалайын деп бері қарай келсе Икрима үзіліп жатыр дейді өзі. Енді ананы алып қалайын деп Хариске қарай жүгірсе, Харис ибн Хишам үзіліп кеткен екен. Бұл оқиға тарихта өте танымал оқиға. Кейбіреулер бұның орнында басқа бір сахабаны айтады, бірақ енді Алла біледі. Бірақ осы үш кісіні келтірген мына жерде бұл қай риуаятта келген десеңіздер, Абу Нуайм Асфаханидің Ма'рифату сахаба деген кітабында келген. Өз бауырларын өздерінен артық қойған сахабалардың бір әрекеті тарихтағы ерекше оқиға ретінде талай адамды таңдай қақтырды дейді.